Спорт саласының ішіндегі ең күрделісі әрі қауіпсіз саналатын скейтбордқа жастар қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Қазақстан бойынша 3000-ға жуық жеткіншек спорттың осы түрімен үнемі айналысып, салауатты өмір салтын ұстанып жүр. Арнайы ұйым болмаса да, әрдайым бас қосып, өзара сайыстар ұйымдастырып тұрады. Арсланның скейтбордпен айналысқанына 6 жыл болды. Үзеңгілес достарымен жиі жарысқа түсіп, сол арқылы тәжірибе жинайды. 12 жасынан бері талай жүлделі орындарға ие болып, қарсыластарын шаң қаптырған. Қазірде жеткіншек ұлыстың ұлы күні әз наурызға арнайы ұйымдастырылған жарысқа тыңғылықты дайындалып жүр. Любой вид спорта, он экстремальный. Спорттың кез келген түрі оңай емес. Әйтсе де күндіз кешке дейін компьютер я теледидарға телміріп отырғаннан гөрі спортпен шұғылданғанды жөн көремін. Ең бастысы арманым олимпиадалық ойындарға скейтборд енгізілсе деймін. Қоғамдық көлікке отырып, қала көшелерінде кептелгенше скейтбордпен діттеген жеріме тез жетемін дейді Арслан. Бос уақытын тек өткізбейтін ол биыл тұңғыш рет достарымен бірлесіп көрме ұйымдастырды. Посредством выставки я пытаюсь достичь. Көрменің басты мақсаты жастарды скейтбордқа тарту. Соңғы уақыттары бізге қосыламын, скейтбордпен айналысам деп жүрген жастар легі көбейіп келеді. Сондықтан алдағы уақытта арнайы ұйым құру жоспарда бар. Скейтбордшылар қалада өздеріне арналған арнайы орын болғанын қалайды. Спортпен айналысқысы келетін жастар сол жерге жиналып, бір-бірімізді үйретеміз дейді. Бастысы, салауатты өмір салтын ұстанып жүрген жеткіншектерге жағдай жасалса, олардың алмайтын қамалдары, бағындырмайтын белестері болмайды. Әсемизат қызы Ерболат Қуаныш, ұлттық арна.